Құрметті отандастарымыз, біз мынау Баянауыл ауданы Қаражар ауылынан қазіргі мынау елімізге төніп тұрған мынау қауіп қатерге қарсы жүрген дәрігерлерімізге күні түні тынымсыз жұмыс істеп жүрген, жүректерін шүберекке тиіп, жандарын шүберекке тиіп, халыққа қызмет көрсетіп жүрген өзіміздің мынау әскери азаматтарымыз, полиция қызметтеріне осы кезде міне тыным таппай, ұйықтамай, халыққа қызмет етіп жүрген азаматтарымызға, азаматшаларымызға алғысымыз шексіз. Осы бір кішкентай бір сыйлығымызды сіздерге табыс етіп отырмыз. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, солар жайлы не білесің ағайын, жұрт сен осы. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі. Осы елден бақ пен қызыр таймас екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген біздің елдің шегесі. Осы елден бақ пен қызыр таймас екен деп тілеп, осал жерін түзеп жүрген біздің елдің шегесі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Ерте туып еш заманнан маңдайына сыймаған, біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны. Олар жайлы білгің келсе, ордасына кіріп көр, солар жүрген жолдарменен дәтің болса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер.
Olup еш zamanның маңдайына сыймаған. Шіркін біздің қаранардай қасиетті жігіт,